Отбасымен үсті жоғалған үйдің сарайынан 2 өлі дене табылды деген хабар келді. Біз қайта келдік. Нағашабыз. Неге? Тергеу амалдары жүріп жатыр. Видео кадрлар сыртынан ала қояйық. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Мен сізге ешқандай ақпарат бере алмаймын. Тергеу істеуіне байланысты аулаға бізді кіргізбей тастады. Бірақ естуімше 2 үлкен кісінің денесі табылған сияқты. Бейресми ақпараттар бойынша. Мен өзім түсіріппін. Мен өзімді түсіріп келе жатырмын ғой. Мен өзімді түсіріп келе жатырмын ғой. Бұл ауланың сырты ғой. Мына жерде адамдар тұр. Қаншаққа барасың? Шашал десе бас аласыздар, иә? Мына сарайдың ішінен табылған деп жатыр. Мынау пәтер, мынау сарай. Ассалаумағалейкум ағайын, қайырлы кеш. Мен байғұс ақшаңалға айтқалы тұрған жоқпын. Осы бірнеше күн бойына біздің Атырау облысы Қызылқоға ауданы Жангелдин ауылында 4 адамның, яғни бір отбасы мүшелерінің және Махамбет ауданында қыз күйеу баласы Айдынгүлдің аманында 6 адамның үштігейлі жоғалғандығы туралы әлеуметтік желілерде дабыл көтергенбіз. Жан-жақтан адамдар алаңдаушылық білдіріп, бір хабары бар ма деп желімізді жарардай қылып жан-жақтан сұрау салып жатыр. Алаңдаушылық білдіріп жатқандығы үшін әрине алғыс. Дегенмен бүгін жаңа ұстатар жаңалық естіп отырмыз. Отбасы мүшелерінің, яғни үлкен егде тартқан мүшелері, әке анасы болуы мүмкін. Үйдің алдында сарайда денелері табылған. Балаларынан хабар жоқ. Енді бұл жерде кімнің қолы қанға малынғандығы немесе тағы да басқа нұсқаларын айтып асығыстық жасамаймыз. Нақты ақпаратты ресми түрде полиция бере жатар. Ал біз дабыл қақпасақ, еші жан-жақтан іздеу салып, жер-жерден алаңдаушылық білдірмесек, неге осы құзырлы орындардың шабан жүрісі Марғау, Самарқау, Қарауы жағдайға? Бұл туралы мына хал үстінде бірдеңе деуден аулақпын. Кейінгі күннің еншісінде амандықта, саулықта болайық ағайын. Бұл жаңалықты да айтқым келмей, бағанадан бері амал жоқтан, жан-жақтан скрин жіберіп, түрлі версиялар айтып, адамдардың жазылып жатқандығынан бір бейне сүріп қойып жатқан. Амандықта болайық ағайын. Атырау облысында жоғалып кеткен отбасыға қатысты қылмыстық істі тергеу барысында 1959 жылы туған Мақсұт Қарабалин мен оның жұбайы Нәсіп Өтешқалиеваның мәйіттері табылғаны жөнінде ақпарат тарады. Мәліметтерге сәйкес, мәйіт үйдің ауласында орналасқан қораның ішінен табылған. Ерлі зайыптыны өлтіріп, қораға тығып, ізін жасырған кімдер? Үйдің ұлы мен қызы қайда? Жұмбақ өлімнің артында кім тұр? Құзырлы органнан жауап күтеміз. Атырау облысында бүтіндей бір отбасы ғайып болып жоғалып кеткен болатын. Өздеріңіз жаңалықтан қарап атқан шығарсыздар. Барлық Қазақстан шулап жатыр. Енді бүгін қайғылы хабар келіп отыр. Сол жоғалған 5 адамның ішінде 2-і өкінішке орай өлі табылып отыр. Полиция олардың тек қана денесін тауып алған, және де өлтірген адамдар кімдер екені белгілі болды. Бірақ та әзірге айтпай отыр кім өлтірген. Енді қалған жоғалған отбасыда өлі күйінде табылуы мүмкін бе? Белгісіз. Естеріңізге сала кетейін, бұғанға дейін отбасының үйіне өзінің күйеу баласы мен қызы келіп бүкіл отбасын алып кеткен болатын. Бірақ қай жаққа алып кетті, не үшін алып кетті белгісіз болды. Енді дәл міне қазір маған 5 минут бұрын хабар келіп отыр, отбасындағы 2-і өлі күйінде табылған.
Отбасына қайғыра көңіл айтамыз, иманды болсын. Жақындарыңызды барлықтарын абайлаңыздар, себебі келесі осы табылмайған адамдарда тірі табылатынына ешқандай кепіл жоқ. Халықпен біргеміз. Ассалаумағалейкум ағайын. Осыдан 2 күн бұрын, яғни қаңтар айының алғашқы күні Алақандай Жангелдин ауылынан 4 адам, бүтіндей бір отбасы, Махамбет ауданынан 2 адам, қыз күйеу баласы, айдың күннің аманында 6 адамның із-түзсіз ауаға сіңгенде жоғалып кеткендігі туралы әлеуметтік желілерде дабыл қаққанбыз. Іле іспен айналысуға тиісті полиция бізбен айналысып кеткендей болды. Баспасөз хатшысы осыған дейінгі жүктеген Атырау Ойл жағада басқа да Инстаграм пабликтерінен кетірткендігін айтып, сізде кетіріңіз, қоғамда үлкен резонанс тудырмаңыз дегендей қызық әңгімелер айтты. Біздің бір осындай бір әдетіміз бар. Сен бір үлкен мәселені қозғап, жағдайды көрсетіп берсең, ол мәселемен емес, сенімен айналысып кетеді. Осындай бір албасты әдетті жою керек. Резонанс қоғамда кең етек алып, республика бойынша белгілі журналистер, басқа да әріптестеріміз, көптеген адамдар бөлісіп жан-жақта шу көтергеннен кейін құлағымыз тынышталғандай болды. Кешеде істің ізін суытпай бауырларымыз барып, ауыл аймақты үй жайын, қора қопсысын түсіріп, видеолар таратып жатыр. Оларға да мың алғыс, алаңдаушылық білдіріп жатқандығы үшін. Жайылып тұрған қамыр, пісіп тұрған ет, тоғасқыш толы тағамдар бәрін тастаған күйі бірден жоқ болып кету не себеп? Резонанс тудырмауымыз керек болса 2 ай бойы не бітірдіңіздер? Ағайындарының айтуынша, әлеуметтік желілерде біраз таныстары, ағайын туыс, жанашыр жоқтаушылары шығып жатыр бізге де. Айтуларынша іс осыған дейін қозғалмаған, жөнді жауаптар берілмеген. Бізде енді Алақандай Жангелдин ауылында камера бола қоймас, дегенмен ауылдың баласымыз ғой, ауылдың камералары, жеңгелер, ауыл адамдары. Оларды ештеңе білмейді, мардымды жауап жоқ. Және де Жангелдиннен былай шыға камералар көп. Қалың қазақты қаптаған штрафқа тығып жатқан камералар осындай адам жоғалғанда нүйгенсіз қалады. Біздің әлемнің алдына түсіп кеткен технологиямыз қайда? Құрметті Ішкі істер министрі Ержан Сәденов мырза, бұл істі жеке бақылауыңызда ұстап, тікелей полиция ресми жауап беретін күн келді. Біздің де әртүрлі версияларымыз бар, дегенмен біз құзырлы орын болмағаннан кейін ол версияларды айтуға хақымыз жоқ. Айдың күннің аманында Қазақстандағы азғантай халықты 20 миллион адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмайтын қаптаған құзырлы орындардан осындайдан не пайда деген бір ойға қалады екенсің. Бұрыннан полицияға деген сенімсіздік мол еді халық арасында. Бұл сенімсіздік одан ары қарай үдемесе төмендемейтіні хақ. Ендеше іске кірісіңіздер. Бізбен емес, іспен айналысыңыздар. Ресми жауап күтеміз.